Россиядан товар келді. Россиядан тапсырысымыз келді. Қазір соны ашып, сіздерге көрсетейін. Сыртқы несін алдым. Бұл жерде қыз балалардың киімдері. Бірнеше бума екен. Қазір осыларды мен ашып көрсетемін. Бүгінгі келген балалар киімінің ішінде мынадай футболка бар екен. Түсін бермей тұрғанша өте әдемі. Мінекей. Өте әдемі. 2 жастан 7 жасқа дейінгі балалар. Мынау қанық сары түс, бірақ мына жерде ақшыл болып көрініп тұр. 2 жастан 6 жасқа, 7 жасқа дейінгі киюге келетін. Мына жерде 6 жас деп тұр, мына жерде 7 жас деп тұр. Қарасы жылжымайды. 7 жас деп тұр. Одан кейін мындай құлпынай түсті көйлектер. Құлпынайдың суреті бар, өте әдемі. Балабақшаға кисе де, үйге кисе де, қонаққа кисе де өте әдемі. Міне 100% мақтадан тоқылған. Қытайдікі емес. Міне бұл Россиядан келген жаңағы тапсырысымыз. Мен өзімнің де осындай кішкентай қыздарым бар. Қыздарыма да алдым. Міне бірнеше көйлектер, құлпынай, тағы басқа расцветкасы. Міне. Екінші келген тапсырысымыз бұл орамалдар. Қазір бұны да ашып көрсетейін. Енді келген мынадай орамалдар. Капрон газовый дейді ғой. Баяғыда кеңестік кезеңдерде осындай орамалдар көп болатын. Мен 2-3-еуін аштым. Былай көруге. Өте мынау оранжевый цвет. Бірақ бізде мынауымыз қандай болып көрініп тұр? Оранжевый цветіміз сары болып көрініп тұр. Негізінде мынау оранжевый. Оранжевый тұр. Мынау бордовыйға ұқсас қызыл түспа. Мынау қанық розовый түс. Мынау бледный розовый түс. Көк түсі әртүрлі. Жасыл. Мынау жасылдың ақшылдауы. Мынау қою жасыл. Мынау тағы бордовый түс. Бұларды көрсетуге де болады. Осындай орамалдар. Өз түстерін бермей жатыр. Ақшыл болып көрініп тұр. Түсіргенде, негізінде бұлар қанық. Мынадай түс. Мынау оранжевый түс, енді сары болып тұр. Бұл оранжевый. Міне осындай түсті орамалдар біздерге келіп түсті.